Кейде адамға ең ауыр тиетіні сырттан келген жала емес. Өзің жақын санаған адамның саған күмәнмен қарауы. Аяла да сондай жағдайға тап болды. 4 баласының қызығын көріп, қайын ата-енесімен бір үйде тату-тәтті өмір сүріп жүрген оның бір күні бүкіл өмірін өзгерткендей ауыр сөз естіді. Егер сен алмаған болсаң, онда мынаны ішіп, кінәсіз екеніңді дәлелде. Бұл сөзді айтқан адам бөтен емес еді. Аяланың өз күйеуі Мұрат болатын. Осыдан кейін Аяланың жүрегіндегі бір нәрсе сынып кетті. Бірақ бұл жағдайға дейін олардың шаңырағында бәрі басқаша еді. Ауылдағы бұл үйдің тіршілігі таңғы 5-тен басталатын. Аяла оянған кезде үйдің іші әлі қара көлеңке. Ол орнынан жайлап тұрып, балаларын оятпауға тырысып киінді. Ас үйге кіріп, кешеден қалған ыдыстарды реттеп қойды да сыртқа шықты. Қора жақтан сиырдың мөңірегені естілді. Аяла шелегін алып қораға кірді. Көп ұзамай сүт сауылып болды. Үйге кірген соң сүтті қазанға құйып от жақты. Пештің қасына отырып қамырын иледі. Осы кезде бөлмеден балаларының бірі шықты. Апа, тұрдың ба? Тұрдым. Сен де ояндың ба? Иә. Сағат қанша? Мектепте дайындалатын уақыт болды. Басқалары әлі ұйықтап жатыр. Оларды да оят. Бала бөлмеге қайта кіріп, тұрыңдар, мектепте кешігеміз, деп інілерін оята бастады. Үй іші бірден жанданып кетті. 4 баланың мінезі 4 түрлі болатын. Үлкені байыпты, анасының сөзін екетпейтін. Екіншісі пысық еді, өз киімін өзі дайындап, кішілеріне де көмектесетін. Үшіншісі ойынға жақын, таңертең төсектен тұрғысы келмейтін. Ал кенжесі анасының қасынан шықпайтын. Апа, менің шұлығым қайда? Кеше өзің қай жерге шештің? Білмеймін. Олай болса төсегіңнің астын қара. Бала жүгіріп барып шұлығын тауып алды. Таптым, енді киіне ғой. Балаларының шайын беріп киімдерін түзейді. Үлкендерін мектепке шығарып салған соң, кенжесін үйде қалдырады. Содан кейін ата-енесіне шай дайындайтын. Гүлзипа мен Дастан дастархан басына жайғасқанда, Аяла жаңа ғана пештен алған ыстық нанды ортаға қойды. Дастан наннан ауыз тиіп, келін, мына нанының дәмі бөлек қой, деді. Аяла күліп, күнде жеп жүрген нан ғой әке, күнде жеген сайын жақсырақ болып барады. Гүлзипа күйеуіне қарап, келіннің көңілін көтергенін ғой, шын айтып отырмын. Аяла шай құйып отырып, алыңыз әке. Гүлзипа келініне қарап, өзім отырмайсың ба? Балалардың киімдерін жинап алайын. Тағы да жұмыс па? Иә апа. Қызым, сен таң атқалы аяғыңды бір сәтке тоқтатпадың. Үйдің шаруасы ғой. Шаруа бітпейді. Сенің де денең бар. Аяла күлімсіреп, мен үйреніп кеткенмін. Гүлзипа келініне мейірлене қарады. Сол үшін де сені қызымдай көремін. Аяла бұл сөзді естігенде көңілі жылып сала берді. Ол бұл үйге келін болып түскеніне көп жыл болған. Осы уақыт ішінде талай қиындықты бірге өткерді. 4 баланы өсірді. Қайын ата-енесінің көңілін қалдырмауға тырысты. Мұрат та әйелінің еңбегін көретін. Кешкісін жұмыстан келгенде алдымен балаларын сұрайтын. Балалар қайда? Үлкен екеуі сабақ оқып отыр. Үшіншісі аулада. Кішісі ұйықтап қалды. Мұрат бөлмесіне кіріп, кішкентайының маңдайынан сүйді. Сосын ас үйге келіп, Аяланың жанына отырды. Шашадың ба? Біраз. Бүгін не істедің? Аяла күліп, күнде істейтінімді істедім. Сонда да айтшы. Балаларды мектепке шығарып салдым, үй жинадым. Сиырды сауып сүт пісірдім, киім жудым. Әке шешеңнің дәрілерін әкеліп қойдым. Мұрат әйеліне қарап, сен болмасаң, бұл үйдің тірлігі қалай жүрер еді? Сен де көмектесесің ғой. Мен жұмыстан келемін де, байын үйге кіремін. Аяла, ең бастысы амандық болсын. Мұрат әйелінің қолынан ұстап, Аяла, сенің барыңа шүкір. Осы үйдегі өмір осылай өтіп жатты. Үлкендер келінін сыйлады. Балалар анасын айналып жүрді. Мұрат әйеліне сүйінді. Ал Аяла үшін осы үйдің әр адамы қымбат еді. Таң тағы атты. Аяла әдетінше ерте тұрып қораға бет алды. Гүлзипа терезеден қарап отырып, Дастан, келінімді қараш, тағы да бізден бұрын тұрып кетіпті, деді. Дастан көрпесін сырып, қой, өзі сондай ғой. Бүгін мен көмектесейін. Барсаң, өзіміз отырмыз деп қайтарады. Гүлзипа күліп, рас. Сыртта Аяла шелегін көтеріп келе жатты. Үйдің есігін ашқанда, кішкентай ұлы алдынан жүгіріп шықты. Апа, не болды? Мен сені күтіп отырдым. Неге? Ұйықтап жатып түс көрдім. Қандай түс? Сен жоқ болып кетіпсің. Аяла баласын бауырына басты. Мен ешқайда кетпеймін. Жүр, үйге кірейік.
Кішкентайы анасының қолынан ұстап ішке ерді. Аяла үшін өмірдің ең қымбат байлығы осы еді. 4 баласының амандығы, күйеуінің жанында болуы, үлкендердің батасы. Ол сол күні де таңғы шайын әзірлеп, үйдің тіршілігін жалғастырды. Кешке қарай дастархан басында бәрі жиналды. Дастан балаларға қарап: «Қане, кім бүгін мектепте жақсы баға алды?» Үлкені қолын көтерді. «Мен». «Жарайсың». Екіншісі: «Мен де». Үшіншісі: «Мен 5 алдым». Мұрат күліп: «Сен кеше ғана 3 алған жоқ па едің?» «Бүгін 5 алдым». Үй ішін күлкі басты. Гүлзиба немерелеріне сүйсініп барап отырды. Аяла дастархан шетінен бәріне қарап жымиып отырды. Ол үшін бақыт деген осындай қарапайым сәттерден тұратын. Бір шаңырақ, бір дастархан, балаларының күлкісі, үлкендердің батасы, жарының жанындағы орны. Осы тыныш тіршіліктің арасына кейін бір адам келіп қосылғанда, үйдегі қарым-қатынастың кейбір тұстары өзгере бастайды. Бірақ әзірге Аяланың әр күні бұрынғыдай таңғы тірліктен басталып, отбасының қамымен жалғасып жатты. Арада бірнеше күн өтті. Үйдің күнделікті тіршілігі өзгерген жоқ. Таңертең Аяла балаларын мектепке шығарып салады. Ата-енесіне шайын береді. Түске дейін үйдің шаруасын тындырады. Түстен кейін балалар қайта оралады. Бірінің қарны аш, екіншісі бір нәрсесін жоғалтып алған, үшіншісі сабақтан алған бағасын көрсетіп әрек. Аяла әр қайсысына кезекпен көңіл бөліп үлгеретін. Сол күнінде ол дастархан басында балаларын тамақтандырып отырды. «Апа, ертең мектепке сурет саламыз», деді үшінші баласы. «Қандай сурет?» «Отбасынды саламын». «Мен де саласың ба?» «Әрине». «Онда мені әдемі сал». «Сені бәрібір әдемі қылып саламын». Аяла күліп жіберді. Мұрат жұмыстан келгенде балалар бірінен соң бірі әкесіне жүгірді. «Әке, мен 5 алдым». «Әке, мені мұғалім тақтаға шығарды». «Әке, менің қаламымды біреу алып қойды». Мұрат балаларын кезек-кезек тыңдап, бәріне жауап беріп отырды. Гүлзипа дастархан жайып жүріп: «Мұрат, алдымен қолыңды жуып ал, жолдан келдің», деді. «Жақсы апа». Бастан төрде отырып: «Бүгін жұмысың қалай болды?» «Жаман емес әке». «Шаршадың ба?» «Шаршадым. Бірақ үйге келгенде бәрі басылады». Аяла оның алдына шай қойды. «Ішіңіз». Мұрат кесені алып: «Өзімше?» «Кейін». «Сенің кейінің қашан келеді?» Гүлзипа күліп: «Мұрат, осы сөзіңді күнде айтасың. Келінге бір күн демалуға мүмкіндік бермейсіңдер». «Мен емес, өзі қоймайды ғой апа». Аяла: «Қойыңыздарша, шайларыңызды ішіңіздер». Үй іші тағы да күлкіге толды. Осындай кезде Гүлзипа келініне қарап іштей разы болатын. Аяла бұл үйге келген алғашқы жылдарында жақсы есінде ұстайтын. Жас келін болып түскен кезі, қолынан келгенше үйренуге тырысқан күндері. Гүлзипаның оған қатты сөйлемей, әр істің ретін асықпай үйреткені. Дастанның: «Қызым, қателессең қорықпа, үйреніп кетесің» дегені. Сол сөздер Аялаға көп көмектескен. Жылдар өте келе, ол осы үйдің тіршілігіне әбден сіңісті. Ең қызығы, Гүлзипа кейде келініне емес, туған қызына айтқандай сыр бөлісетін. «Аяла, мына жаққа отыршы». «Не болды апа?» «Анау дәрігерге барсам ба деп жүрмін». «Барғаныңыз дұрыс. Ертең Мұраттың жұмыстан шығатын уақытын сұрап көрейін». «Сенің өз шаруаң жетеді ғой. Сіз де менің анамсыз». Гүлзипа бұл сөзге ерекше қуанып, айналайын деп, келіннің маңдайынан сипайтын. Дастан да Аялаға ерекше құрметпен қарайтын. Бір күні базардан келе жатып, үйге жеміс-жидек әкелді. «Мұны балаларға алдық», деді. Аяла пакетті алып: «Рахмет әке. Өзін де же. Балаларға жетсін». «Балаларға да жетеді. Сен жемесең тағы әкелемін». Аяла жымиып: «Жақсы». Осы шаңырақтағы сыйластықты ауылдағы жұрт та білетін. Кейбір көршілер Гүлзипадан: «Келініммен қалай тіл табысып жүрсің?» деп сұрайтын. Гүлзипа: «Аяла келін емес, қызым ғой», деп жауап беретін. Бұл сөз Аялаға да жететін. Ол мұндайда іштей қуанып қалатын. Бір күні түстен кейін Аяла ауылдағы жайылған киімдерді жинап жүрді. Мұрат қора жақтан келіп: «Аяла, бүгін кешке ананды дәрігерге апару керек екен». «Жақсы, мен балаларды қарайым». «Сен де жүрсең қайтеді?» «Балалар ше?» «Әкем қарайды». Аяла бір сәт ойдан: «Онда барайын». Гүлзипа: «Қойыңдар, өзім-ақ барам». Мұрат: «Апа, жалғыз бармайсыз». Аяла да шаршайды. Шаршаса да бірге барған жақсы. Аяла осы сөзге күліп: «Дайындала беріңіз апа». Кешке үшеуі қалаға барып қайтты. Үйге келгенде Дастан балаларды тамақтандырып қойған екен. «Қалай болды?» деп сұрады ол.
Жақсы, деді Гүлзипа. Дәрігер не деді? Дәрілерімді ауыстырды. Аяла сөмкесінен дәрілерді шығарып, үстелге реттеп қойды. Мұнаны таңертең, мұнаны кешке ішесіз. Гүлзипа: сен болмасаң мен қайтер едім? Апа, қойыңызшы. Дастан күліп: Гүлзипа, сен келінге үйреніп кеткенсің. Әрине, осындай келінге қалай үйренбейсің? Мұрат та әйеліне қарап күлімсіреді. Бәрі қалып, деді. Бірақ сол кеште есік қағылды. Аулаға бір әйел кіріп келе жатты. Гүлзипа оны көргенде: ой, Нұрила, қызым, келдің бе? Нұрила қолындағы сөмкесін жерге қойып, анасына қарай бет алды. Апа, оның дауысы шаршаңқы шықты. Дастан орнынан көтерілді. Кел, қызым, неге көңілсізсің? Нұрила әкесіне қарамай төрге өтті. Күйеуіммен ұрысып қалдым. Гүлзипа қызының жүзіне алаңдай қарап: тағы ұрыстыңдар ма? Нұрила күрсінді. Осы жолы қатты ұрыстық. Үйге барғым келмей тұр. Аяла қонаққа шай дайындауға кірісті. Нұрила оның әр қимылын бақылап отырды. Аяла алдына шай қойды. Әпке, ішіп алыңыз. Рахмет. Қарныңыз аш болса, тамақ жылытып берейін. Жоқ. Аяла әр қарай шаруасына кетті. Нұрила оның соңынан көз алмай қарап қалды. Біраздан кейін Гүлзипа қызына: қызым, өз үйің ғой, қалағаныңша жата тұр. Күйеуің де ашуын басар. Нұрила: мен де соны ойлап отырмын. Сол түні Нұрила төргі бөлмеге жатты. Ал Аяла әдетінше ертеңгі күннің қамын жасап жүрді. Балалардың киімдерін дайындады, ас үйді жинады. Таңертеңгі шайға керек заттарды әзірледі. Мұрат әйелінің жанына келіп: ұйықтамайсың ба? Қазір. Күнде қазір дейсің. Балалардың киімін дайындап алайын. Мұрат біраз қарап тұрды да: жарайды, бірақ ертең ертерек тұрма. Аяла күлімсіреп: ертең көрерміз. Мұрат бөлмесіне кіріп кеткен соң, Аяла да жұмысын аяқтап, балалардың қасына жатты. Ал төргі бөлмеде жатқан Нұрила төбеге қарап ұзақ жатты. Оның көңілінде реніш көп еді. Өз үйіндегі жағдай, күйеуімен болған ұрыс, төркініндегі тыныш өмір, анасынан көрген мейірім. Бірақ сол ойлардың арасында тағы бір нәрсе бар еді. Ол осы үйдегі Аяланың орнын қайта-қайта ойлады. Нұрила көзін жұмып: келін болып түскеніне қанша болды? Бәрінің көңілінен шығып алды, деп ішінен ренішпен ойлады. Таң атқанда бұл үйдің тіршілігі қайтадан Аяланың қимылынан басталды. Ал Нұрила бірнеше күнге төркінде қалуға шешім қабылдады. Нұрила төркінде қалған алғашқы күні үйдің қалыпты тіршілігіне араласқан жоқ. Таңертең Гүлзипа қызына: қызым, жақсылап ұйықтап ал. Кеше көңілің түсіп келдің, деді. Жақсы, апа. Аяла болса бұрынғы әдетімен ерте тұрып, қораға барып келді. Сүтін пісіріп, балаларын оятып, мектепке дайындады. Нұрила төсектен тұрған кезде үйдің негізгі шаруасы әлде қашан бітіп қойған еді. Ол ас үйге кіргенде Аяла дастархан әзірлеп жатты. Әпке, шай ішесіз бе? Ішемін. Аяла кесеге шай құйып берді. Нұрила келіннің қимылына қарап отырып: сен күнде осылай ерте тұрасың ба? Иә. Шаршамайсың ба? Шаршаймын, бірақ балалар бар, үйдің шаруасы бар. Нұрила басын изеді. Саған бәрі үйреніп қалған екен. Аяла оның сөзінің астарын түсінбей: иә, балалар да өздері білетін шаруасын істеп қалады. Мен балаларды айтқан жоқпын. Аяла оған қарады. Нұрила шайын ішіп отырып: апа мен әкем сені қатты жақсы көреді екен. Олардың көңілін табуға тырысамын. Мұрат та саған риза. Жаман адам емес қой. Нұрила жымиды. Өзіңге тым жақсы келін болып алғансың. Бұл жолы Аяла жауап бермеді. Дастарханның шетін жинастыра берді. Гүлзипа қызының сөзіне араласып: Нұрила, келіннің еңбегін бағалағаның дұрыс. Аяла бізге көп көмектеседі. Мен жаман деп тұрған жоқпын, апа. Сөздерінің түрі солай естілді. Нұрила кесесін орнына қойды. Жарайды, апа, басқа ештеңе айтпаймын. Арада күндер өтіп жатты. Нұрила төркінде болған сайын үйдегі адамдардың Аялаға деген ықыласын көбірек көрді. Гүлзипа келінімен ақылдасады. Дастан келіннің шаруасына көмектеседі. Балалар анасын айналып жүреді. Мұрат жұмыстан келгенде бірінші әйелін іздейді. Мұның бәрі Нұриланың көңіліндегі қызғанышты күшейте түсті. Бір күні түскі уақытта Аяла қазанға тамақ қойып жатқан. Нұрила ас үйге кірді. Аяла: иә, әпке, сен осы үйге келін болып түскелі қанша жыл болды? 10 жылдан асты. Осы 10 жылдың ішінде бір рет болса да өзіңді бөтен сезіндің бе? Аяла ойланып қалды. Жоқ, апа мен әкем ешқашан бөтенсітпеді. Ал өзімше, мені өзіңе жақын көресің бе? Әрине. Сіз Мұраттың әпкесі ғана емес, менің де қайын әпкемсіз. Нұрила оның жүзіне қарады. Қызық екен. Несі қызық? Ештеңе.
Аяла қазанның қақпағын ашып, тамағын араластырды. Әтке, сіздің көңіліңіз әлі орнына түспеді ме? Күйеуімді айтасың да? Иә. Нұрила ауыр күрсінді. Өз үйімде қадірім жоқ сияқты, Аяла. Олай ойламаңыз. Кейде ерлі зайыптылар ренжісіп қалады, сабыр етіңіз. Сенің жолың болған екен. Неге? Мұрат жақсы адам. Атанаңдай қайын жұртым да жақсы. Аяла бұл сөзге шүкір деді. Нұрила бір сәт оның жүзіне қарап тұрды. Шүкір де оңай. Неге? Бәрі сенім айналаңда. Аяла сөзінің мағынасын түсінбей. Әпке, сізге не болды? Ештеңе. Нұрила шығып кетті. Аяла біразға дейін есік жаққа қарап тұрды. Сол күні кешке Мұрат жұмыстан ертерек келді. Әпкеңнің көңілі қалай деп сұрады. Әлі ренжілі сияқты. Үйіне қайтқысы келмей жүр ме? Біраз жата тұрсын. Апа да соны айтып жүр. Мұрат әйелінің қасына келіп, өзіңді де шашатпа. Мен үйреніп кеткем. Үйренгенің бәрін істей беруің керек деген сөз емес. Аяла күлімсіреді. Бүгін сен мені қорғап отырсың да? Әрине. Онда балаларды өзің ұйықтат. Мұрат күліп жіберді. Мына жерден қашып құтыламын деп едің. Жоқ, бүгін кезек сенікі. Балалары әкесінің соңынан еріп кеткенде, Аяла алғаш рет кешкі шаруасын асықпай істеді. Нұрила сол көріністі тағы байқады. Кешкі шай кезінде Дастан, Нұрила, күйеуің хабарласты ма деп сұрады. Жоқ, өзің хабарлас. Неге мен бірінші хабарласуым керек? Гүлзипа, қызым, ерлі зайыптының арасында кім бірінші қоңырау шалғаны маңызды емес. Нұрила қабағын түйді. Апа, мені қайта-қайта үйге жібергіңіз келе ме? Жоқ, қызым, бірақ ренішті ұзартқан жақсы емес. Мен біраз жатамын. Дастан, жата бер, ешкім қуып жатқан жоқ. Осы сөзден кейін әңгіме басқа тақырыпқа ауысты. Ал Нұрила үндемей отырып қалды. Келесі күні ол қалаға барып келетінін айтты. Не алып келесің деп сұрады Гүлзипа. Өзіме керек заттар бар. Нұрила сол күні түске қарай үйден шықты. Кешке қолында шағын сөмкесімен қайта оралды. Оның көңіл күйі жақсы сияқты. Аяла, әпке, шай дайын, ішіп алыңыз. Нұрила, жақсы. Ол сөмкесін өз бөлмесіне апарып қойды. Сол сәтте ешкімге айтпаған бір ойы бар еді. Нұрила енді жай ғана төркінде жатып, ренішін басып қайтуды ойламайтын. Ол өзіне көңіл бөлінгенін, осы үйдегі бұрынғы орнын қайтарғысы келетінін ойлай бастады. Ал оған ең көп кедергі болып көрінген адам Аяла еді. Нұрила төркініне келгеніне бір аптаға жуықтады. Күйеуі бірнеше рет телефон соққан. Әр жолы Нұрила әңгімені ұзартпай, әлі көңілім орнына түскен жоқ. Біраз күн осында болам деп қоятын. Гүлзипа қызының жағдайын түсінуге тырысты. Бірақ Нұрила күн өткен сайын өз үйіндегі ренішінен гөрі төркініндегі тіршілікке көбірек көңіл бөле бастады. Ол Аяланың күнделікті жұмысын бақылап жүрді. Таңертең сиыр сауып келгені, балалардың киімін дайындағаны, Дастанның дәрісін уақытында бергені, Гүлзипаның шайын алдына қойғаны, Мұрат жұмыстан келгенде алдынан шыққаны. Тіпті 4 баланың бірінің көңілін қалдырмай, бәріне бірдей уақыт табатыны да Нұриланың назарынан тыс қалмайтын. Бір күні түстен кейін Гүлзипа қызына, Нұрила, сен де Аялаға көмектесіп қойшы, кір жайып жатыр деді. Нұрила, қазір барамын апа. Бірақ ол орнынан бірден тұрмады. Аяла аулада жалғыз өзі кір жайып жүрді. Біраздан соң Нұрила шықты. Көп пе? Аз қалды. Онда өзім бітіре сал. Аяла оған қарады. Жақсы. Нұрила қайтадан үйге кіріп кетті. Кешке Гүлзипа, қызым, келінге көмектесемін деген едің ғой. Апа, менің де басым ауырып тұр. Жарайды. Аяла бұл әңгімені естісе де, ештеңе демеді. Ол Нұриланың өз жағдайын ойлап жүргенін түсінетін. Бір күні Мұрат пен Дастан ауладағы шаруамен айналысып жүрген. Нұрила әкесіне, әке, сіздер Аялаға неге сонша сенесіздер? Дастан қолындағы құралын қойып, неге сенбейміз? Білмеймін, кейде адамды тым жақсы көріп, кемшілігін көрмей қалуға болады ғой. Дастан қызына тіке қарады. Аяла бізге жамандық жасаған жоқ. Жасамағаны рас. Онда неге олай сөйлейсің? Нұрила жауап бермеді. Дастан қайтадан шаруасына кірісті. Мұрат та әпкесінің сөзін естіген. Әпке, Аялаға қатысты неге осындай сөз айтасыз? Мен не айтыппын? Оның мінезіне күмән келтіретіндей сөйлеп отырсыз. Сен әйеліңді тым қорғайсың. Себебі, оның кінәсін көрген жоқпын. Нұрила ағасына қарап, жарайды, ештеңе демеймін. Бірақ оның көңілінде ағасының сөзі қалып қойды. Сол күні кешке Аяла балаларын жатқызып болған соң, ас үйде ыдыс жуып отырды. Нұрила жанына келді. Аяла, иә, мен саған бір нәрсе сұрайын.
Сұраңыз, егер бір күні менің бір затың жоғалса, сен оны тауып беруге көмектесесің бе? Аяла күліп, әрине, неге көмектеспеймін? Жай сұрадым. Бірдеңе жоғалтып алдыңыз ба? Жоқ. Нұрила оның көзіне біраз қарап тұрды да бөлмесіне кіріп кетті. Аяла қолындағы ыдысын жууды жалғастырды. Ертеңіне Нұрила қалаға тағы барды. Кешке қайтып келгенде, оның қолында жаңа сөмке бар еді. Мұрат та бөлмеден шықты. Әпке, сөмкеңді жақсылап қарадың ба? Қарадым. Үйде қалуы мүмкін бе? Менімше жоқ. Гүлзипа, қызым, асықпай тағы бір тексер. Нұрила сөмкесін қайта ақтарды, киімдерін бір-бірлеп шығарды. Жоқ. Дастан, онда үйдегі бөлмелерді қарап шығайық. Нұрила, менімше осы үйде жоғалды. Аяла ас үйден шығып, бәрінің қасына келді. Қай жерден жоғалды? Нұрила оған қарады. Білмеймін. Онда бәріміз бірге іздейік. Аяла бөлмелерді аралай бастады. Балалардың ойыншықтары жатқан жерді де қарап шықты. Дастан өз бөлмесіне кіріп тексерді. Гүлзипа сандықтарын ашты. Еш жерден ештеңе табылмады. Бір кезде Нұрила, менің бөлмеме Аяла кірді ме деді. Аяла бірден бұрылды. Жоқ әпке, кірген жоқпын. Мен өзім көрген жоқпын. Мұрат, әпке, Аялаға неге күмән келтіріп тұрсың? Мен ешкімді кінәлаған жоқпын. Бірақ сөзін соған келіп тұр. Нұрила, алтындарым жоқ болып тұр. Мен де қайдан жоғалған білмеймін. Гүлзипа қызын тоқтатты. Нұрила, келінге жала жабуға болмайды. Апа, мен жала жауып тұрған жоқпын. Дастан, онда нақты білмей тұрып ешкімнің атын атама. Нұрила қабағын тиіп. Жарайды. Бірақ көп ұзамай ол қайтадан сөз бастады. Менің алтындарының бағасы аз емес. Алқа, сырға, жүзіктің үшеуі де бірге жоқ болып тұр. Аяла осы сөздерді естіп, әпке, қаласаңыз менің бөлмемді де қарап шығыңыз. Нұрила оған қарады. Қажеті жоқ. Егер менің атым аталып тұрса, қарағанымыз дұрыс. Мұрат әйеліне, сен неге өзіңді ақтауға асығып тұрсың? Аяла күйеуіне бұрылды. Мен тек тексеруге қарсы емес екенімді айтып тұрмын. Мұраттың жүзіне күмән ұялағандай болды. Ол ештеңе айтпады. Гүлзипа мұны байқап, Мұрат, сен де әйеліңе күмәнмен қарама. Аяла мұндай іске бармайды. Мұрат, апа, мен де бірден кінәлап тұрған жоқпын. Дастан ауыр күрсінді. Онда бұл әңгімені осымен тоқтатыңдар. Ертең қайта іздейміз. Нұрила өз бөлмесіне кіріп кетті. Ал Аяла балаларын тамақтандыруға отырды. Бірақ оның тәбеті жоқ еді. Кішкентайы, апа, не болды? Аяла баласының тәрелкесіне тамақ сауып. Ештеңе болған жоқ. Тамақтарыңды ішіңдер. Балалардың көңіліне кірбің түсіргісі келмеді. Сол түні Мұрат пен Аяла бөлмеде екеуі ғана қалғанда, Аяла күйеуіне, сен де маған күмәнданып тұрсың ма деді. Мұрат біраз ойланып, мен ештеңе деген жоқпын. Айтпасаң да жүзіңнен көрініп тұр. Аяла, мен әпкемнің де сөзін жоққа шығара алмаймын. Ал менің сөзімді ше? Мұрат жауап беруге қиналды. Аяла оның жүзіне қарап, мен сенің әйеліңмін, 4 балаңның анасымын. Осы үйде 10 жылдан бері бірге тұрып келеміз. Білемін. Онда мені бірден күдікті адамның орнына қоймағаныңды қалаймын. Мұрат төмен қарады. Ертең бәрі анықталады. Аяла көрпесін алып, балалар жатқан бөлмеге қарай беттеді. Балалардың қасына жатамын. Мұрат жалғыз қалды. Ал келесі күннен бастап, бұл күдік екеуінің арасындағы бұрынғы ашық әңгімені өзгертетін болды. Ертеңіне таңертең Аяла бұрынғы әдетімен ерте тұрды. Бірақ бүгін үйдің ауасы басқаша еді. Ол қораға шығып сиырын сауып келді. Сүтті пешке қойып, балаларын оятты. Үйдің жұмысы баяғы қалпында жалғасқанымен, оның ойы кешке әңгімеден арыла алмады. Мұраттың көзқарасы есіне түскен сайын жүрегі ауырлайтын. Балаларын мектепке шығарып салған соң, Аяла үйге кірді. Гүлзипа ас үйде отыр екен. Қызым, бер отыршы. Аяла жанына келді. Не болды апа? Кеше көңіліне ауыр тигенін білемін. Мен ренжіген жоқпын. Ренжідің. Аяла біраз кідіріп, апа, мені сіздің күмәнданғаныңыз емес, Мұраттың күмәнданғаны қинайды. Гүлзипа келіннің қолын ұстады. Балам, мен саған сенемін. Сізге рахмет. Дастан да сенеді. Балалардың әкесі де сабасына келеді. Аяла көзін сыртып, менің бар тілегім, осы үйде ешкім бір-біріне күдікпен қарамас екен. Гүлзипа, солай болады. Осы кезде Дастан сырттан кірді. Гүлзипа, мен Нұриланың үйіне барып қайтайын. Мүмкін алтындар сонда қалып қойған шығар. Жақсы ой. Аялада. Әпке кеткенде тағы жүрмеді ме екен? Дастан, соны да сұрап көремін. Түске қарай Дастан Нұриланың үйіне барып қайтты. Кешке келгенде бәрі одан жауап күтті. Қызымның үйінен де шықпады деді ол. Гүлзипа,
Енді қайтеміз? Дастан. Нұрила әшекейлерін төркінге келген күні сөмкесіне салғанын айтып отыр. Нұрила да сол күні қайтадан төркініне келген. Әке, мен оларды осы үйге әкелгенім анық. Қайда қойғаныңды есіңе түсірші. Сөмкеге салдым. Сөмкеңді өзің қарадың ба? Бәрін ақтардым. Нұрила Аялаға қарай бір сәт көз тастады. Басқа қайда жоғалуы мүмкін? Аяла. Мен білмеймін. Нұрила. Мен де білмеймін. Мұрат. Әпке, нақты дәлел болмаса, бұл әңгімені созудың қажеті жоқ. Нұрила ағасына ренішпен. Сен үшін әйелінің сөзі ғана дұрыс па? Мен ондай деген жоқпын, бірақ мені тыңдағың да келмейді. Мұрат. Мен екеуінің де сөзіңді тыңдап отырмын. Гүлзипа қызын жақтырмай. Нұрила, сенің көңіліңдегі күдік өзіңе де ауыр болып тұр. Аяладан ештеңе көрмедік. Апа, мен оны ұры деп отырған жоқпын. Онда неге қайта-қайта соған қарап сөйлейсің? Нұрила жауап орнына басқа бөлмеге кіріп кетті. Аяла балаларын кешкі асқа шақырып жатты. Үлкен ұлы анасының қабағын байқап, апа, сен ренжіп жүрсің де? Жоқ балам, кеше де көңілсіз едің. Аяла баласының маңдайынан сипады. Үлкен болып кетіпсің ғой, бәрін байқайды екенсің. Мен сенің балаңмын ғой. Аяла күлімсіреді. Жүр, тамағыңды іш. Кешкісін балалар бөлмесіне кеткен соң, Мұрат әйелінің жанына келді. Аяла. Иә, мен саған бір нәрсе айтайын. Айт. Егер алтындар табылмаса, Аяла оның сөзін аяқтатпады. Менен сұрайтынды айтқың келіп тұр ма? Мұрат бірден жауап бермеді. Мен тек жағдайды түсінуге тырысып жүрмін. Ал менше? Мен де түсінуге тырысып жүрмін. Бірақ менің түсінбейтінім, сенің маған неге сенбей қалғаның. Мен саған сенемін. Онда неге, егер табылмаса деп бастап отырсың? Мұрат әйелінің жүзіне қарады. Себебі, әпкемді өтірік айтып тұрған жоқ шығар. Аяланың қабағы өзгерді. Демек, менің де өтірік айту мүмкін деп ойлайсың. Мен ондай деген жоқпын. Сөздерін соған жеткізеді. Аяла орнынан тұрып, балалардың бөлмесіне кірді. Мұрат артынан бармады. Сол түні ол ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Ал Нұрила болса, бөлмесінде отырып, сөмкесін тағы бір рет ашты. Әшекейлер жоқ. Ол сөмкенің түбіне дейін қарап шықты. Сосын шкафтың есігін ашып, бір шетте тұрған киімдерін қозғады. Ештеңе жоқ. Нұрила біраз ойланып отырды. Келесі күні таңертең ол анасына, апа, мен тағы бір нәрсені есіме түсірдім деді. Гүлзипа, не болды? Алтындарымды жоғалтқан күні Аяла менің бөлменің жанында жүрген. Гүлзипаның жүзі суып кетті. Қызым, оны не үшін айтып отырсың? Мен ешкімді кінәлап тұрған жоқпын. Тек есіме түскенін айтып отырмын. Бұл сөз ас үйде тұрған Мұратқа да жетті. Ол әпкесіне қарады. Әпке, мақты не көрдіңіз? Аяла бөлменің жанынан өтіп бара жатты. Қашан? Кешкісін. Аяла сол сәтте қолындағы кесесін қойды. Иә, мен ол жақтан өттім. Нұрила, көрдіңіз бе? Мұрат, бірақ бөлмеге кіргенін көрмедіңіз ғой? Жоқ. Дастан басын шайқады. Ендеше осыдан қандай қорытынды шығармақсыңдар? Нұрила, мен қорытынды жасап отырған жоқпын. Бірақ бұл сөздің өзі үй ішіндегі күдікті одан сайын күшейтіп жіберді. Аяла сол күні үй шаруасын бұрынғыдай атқарғанымен ешкіммен артық сөйлеспеді. Гүлзипа бірнеше рет қасына келіп, қызым, көңілімді түсірме деді. Аяла, апа, мен тек шындықтың шыққанын қалаймын. Шығады. Шыққанша адамдардың маған қалай қарайтыны қиын екен. Гүлзипа келінін құшақтап, мен сенім жанымдамын. Аяла басын инесінің иығына қойды. Осы уақытта Мұрат та әйелінің әр қимылын ой елегінен өткізіп жүрді. Ол Аяланы 10 жылдан бері білетін, оның мінезін де, адалдығын да жақсы білетін. Бірақ адамның көңіліне күдік кірсе, бұрын анық көрінген нәрсенің өзі бұлыңғыр тартады. Сол кеште Мұрат досы Саянға телефон соқты. Саян, сенімен сөйлесетін маңызды нәрсе бар. Жұмыстан шыққан соң кездесуге бола ма? Болады. Не болды? Кездескенде айтамын. Мұрат телефонды қойған соң біраз отырды. Ол досынан кеңес сұрамақ еді. Бірақ сол кеңестің отбасының тағдырына соншалық ауыр әсер ететінін ол әлі түсінбеген. Мұрат сол күні жұмыстан шыға сала Саянға барды. Саян екеуі көп жылдан бері дос болатын. Бір ауылда өскен. Кейін бірі ауылда, бірі қалада қызмет етіп жүрсе де араласып тұратын. Мұрат досының үйіне кіргенде, Саян оның қабағынан бір нәрсенің дұрыс емес екенін бірден байқады. Мұрат, не болды? Түрің бұзылып кетіпті. Үйде жағдай қиын.
Аяла ауырып қалды ма? Жоқ. Мұрат орындыққа отырып, болған жағдайдың бәрін айтып берді. Саян асықпай тыңдады. Әпкеннің алтындары жоғалды. Енді Аялаға күдік түсіп тұр ма? Иә. Өзің не ойлайсың? Мұрат біраз отырды. Аяла ұрлағанына сенгім келмейді. Сенгім келмейді дегенің қалай? Білмеймін. Бір жағынан әйелімді жақсы білемін. Екінші жағынан әпкемді өтірік айтып тұрған адам емес. Саян, екеуінің біреуі қателесуі мүмкін. Соған көзім жетпей жүр. Онда асықпа, әуелі жақсылап анықта. Мұрат ауыр күрсінді. Үйде күн сайын осы әңгіме. Әкем мен анам Аялаға сенеді. Әпкем өзін кінәлі сезініп жүр. Аяла маған ренжіді. Сенің өзіңе де оңай емес екен. Мен әйеліме сенемін деп ойлағанмын. Бірақ қазір өзім де не ойлап жүргенімді түсінбеймін. Саян біраз үнсіз отырып, Мұрат, адамға күмән түскен кезде бірден шешім шығаруға болмайды. Білемін. Дәлел жоқ қой. Сол үшін сенен кеңес сұрап келдім. Саян оған ұзақ қарап отырды. Сен әйеліммен ашық сөйлесіп көрдің бе? Сөйлестім. Ол қатты ренжіді. Ренжуі заңды. Мен оны ренжіткім келген жоқ. Бірақ күмәннің өзі ренжітеді. Мұрат басын төмен түсірді. Мен не істерімді білмей жүрмін. Саян біраз ойланып, кейде адам шындықты білгісі келіп, дұрыс емес жолға түсіп кетеді. Қандай жол? Саян бірден жауап бермеді. Мұрат, бір нәрсені есінде ұста. Бір шешім қабылдар алдында оның салдарында ойла. Мұрат досының үйінен көңілі орнықпай шықты. Ол көлігіне отырып, біраз уақыт қозғалмай отырды. Үйіне қайтқанда Аяла балаларын ұйықтатуға дайындап жатқан. Кішкентайы әкесін көріп, «Әке, келдің бе?» «Келдім, балам. Маған ертегі айтып бересің бе?» Мұрат баласын құшағына алды. «Айтамын». Ол баласына ертегі айтып отырып, көзінің қиығымен Аялаға қарады. Аяла балалардың көрпесін түзеп жүрді. Бір кезде олардың көздері түйісті. Аяла ештеңе демеді. Мұрат, «Аяла, не? Саған бір нәрсе сұрайын». «Сұра». «Сен шынымен ештеңе алмадың ба?» Аяланың жүзіне реніш аралас таңданыс келді. «Тағы сұрап тұрсың ба? Маған анық айтшы». «Мен алмадым». «Сенің бөлменнен ештеңе шықпайтынына сенімдісің бе? Сен мені тексеріп жатырсың ба?» «Жоқ». «Онда неге қайта-қайта сұрайсың?» Мұрат жауап таппады. «Аяла, мен саған шындықты айттым. Енді өзің шеш». Мұрат балалардың қасына барып отырды. Кішкентайы әкесінің мойнына асылып, «Әке, ертең мені мектепке сен апаршы». «Алып барамын». «Уәде ме?» «Уәде». Аяла осы сөзді естіп, басқа бөлмеге шығып кетті. Ертеңіне Мұрат балаларды мектепте өзі апарды. Үйге қайтып келгенде Гүлзипа ас үйде отырған. Аяла қайда? Кір жайып жүр. Мұрат аулаға шықты. Аяла жайылған киімдерді жинап жатыр екsen. Көмектесейін. Қажет емес. Екеуміз тез бітірейік. Аяла қолындағы киімді бүктеп. Кеше досына бардың ба? Мұрат тосылып қалды. Иә. Не деді? Кеңес берді. Қандай кеңес? Асықпай шындықты анықта деді. Аяла. Дұрыс айтыпты. Мұрат әйеліне қарап. Сен маған әлі ренжулісің де? Ренжідім. Қашанға дейін? Сен маған қайта сенгенше. Бұл сөз Мұратқа ауыр тиді. Сол күні түстен кейін Нұрила ағасына келді. Мұрат. Иә. Алтындарым әлі табылған жоқ. Білемін. Мен сенен бір нәрсе сұрайын. Сұра. Сен әйеліме толық сенесің бе? Мұрат үндемеді. Нұрила оның осы кідірісін жауаптың орнына қабылдады. Көрдің бе? Нені? Сенің өзіңде күмәнданып тұрсың. Мен тек шындықты білгім келеді. Онда менің де күмәндануға хақым бар. Мұрат қабағын тиді. Әпке, Аялаға дәлелсіз жала жаппаңыз. Мен жала жауып тұрған жоқпын. Бірақ күн сайын оның атын айтып жүрсіз. Нұрила, өйткені алтындарым жоғалды. Ал жоғалған заттың кімде екенін білмейсің? Білмеймін. Онда осы әңгімені доғарайық. Нұрила ағасына ренжіп бұрылып кетті. Кешке Мұрат қайтадан Саянға хабарласты. Саян, сен айтқан нәрсе туралы ойландым. Қандай нәрсе? Шындықты білудің басқа жолы бар ма? Телефонның ар жағында Саян біразға дейін жауап бермеді. Содан кейін, Мұрат, мен саған бір нәрсе бере аламын, бірақ оның қалай әсер ететінін жақсы білуің керек. Не нәрсе? Ішкен адам біраз уақыттан кейін қатты ұйқышыл болады. Сондықтан мөлшерін асыруға болмайды. Мұраттың жүрегі дүрсілдеп кетті. Сонда адам
ештеңені сезбей ұйықтап қала ма? Иә, бірақ бұл ойын емес. Дұрыс қолданбаса қауіпті. Мұрат ұзақ ойланды. Маған керек. Саян, Мұрат, тағы бір рет айтамын. Бұған жеңіл қарама. Түсіндім. Осыдан кейін екеуі кездесуге келісті. Мұрат телефонды қойған соң біраз уақыт орнында отырды. Оның алдында екі жол тұрғанда еді. Әйеліне сену, немесе күдігін өз тәсілмен тексеру. Сол түні ол үйге әдеттегіден кеш келді. Аяла балаларын жатқызып болған екен. Мұрат оның жанына барып: Аяла, ертең екеуміз сөйлесуіміз керек. Неге? Маңызды нәрсе туралы. Қазір айтпайсың ба? Ертең. Аяла күйеуіне қарады. Жақсы. Мұрат бөлмесіне кіріп кетті, ал оның қалтасында Саян берген дәрі бар еді. Мұрат сол түні ұзақ уақыт көзіле алмады. Қалтасындағы дәрі ойынан кетпеді. Саянның ескерткенінде есінде. Бұған жеңіл қарама, қауіпті болуы мүмкін. Мұрат біресе орнынан тұрып, біресе қайта отырды. Бөлменің ар жағында Аяла балалардың ұйқысын тексеріп жүрді. Кішкентайы аунап пісіп, көрпесін теуіп тастаған екен. Аяла оны қайта жауып қойды. Сол көріністі көрген Мұраттың жүрегі шым ете түсті. Мен не істегелі жүрмін? Бірақ әптесінің жоғалған әшекейлерді есіне түсті. Келесі күні таңертең үйдің тіршілігі бұрынғыдай басталды. Аяла ерте тұрып, сиырын сауып келді. Балалардың шайын беріп, мектепке дайындады. 4 баланың үшеуі мектепте кетіп, кішісі үйде қалды. Гүлзипа келініне: Қызым, бүгін жүзің солғын ғой. Түнде дұрыс ұйықтамадың ба деді. Ұйықтадым, апа. Көзімнен көрініп тұр. Біраз ойландым. Мұратпен сөйлесіп алдыңдар ма? Аяла кесесін қолына ұстап: Әлі жоқ. Гүлзипа оның жанына отырды. Қызым, сен өзіңді жалғыз сезінбе. Біз саған сенеміз. Аяла енесіне қарап: Апа, осы сөздің өзі маған үлкен демеу. Гүлзипа келіннің қолын қысып қойды. Осы кезде Нұрила да ас үйге кірді. Апа, мен бүгін үйге барып келемін. Гүлзипа: Күйеуіңмен сөйлесіп көр. Көрермін. Нұрила Аялаға қарап: Сен де бүгін үйде боласың ба? Иә. Балаларға қарайсың ба? Аяла: Өздері мектептен кейін келеді. Нұрила басын изетте сыртқа шықты. Аяла оның соңынан қарап қалды, бірақ ештеңе демеді. Түстен кейін Мұрат жұмыстан ерте келді. Үйге кіргенде Дастан ауылда отыр екен. Балам, ерте келдің ғой? Иә, әке. Жағдай қалай? Жақсы. Дастан ұлының жүзін барлап: Бір нәрсе мазалап жүрме? Жоқ. Әкеңнен жасыратын түрім жоқ қой. Мұрат біраз кідіріп: Әке, кейде адам жақын адамнан күмәнданса, не істеген дұрыс? Дастан бірден жауап бермеді. Алдымен өз жүрегіме қара. Қалай? Сен ол адамды қанша жылдан бері білесің? 10 жылдан асты. 10 жылда оның қандай адам екенін білмедің бе? Мұрат төмен қарады. Дастан: Біреудің сөзіне бола жылдар бойы қалыптасқан сенімді бұзба. Мұрат әкесінің сөзін ішіне сақтап қалды. Үйге кіргенде Аяла ас үйде жүрген. Келдің бе? Иә. Тамақ дайын. Мұрат оның қасына барды. Аяла: Иә. Бүгін кешке балаларды ертерек жатқызшы. Аяла оған таңырқай қарады. Неге? Екеуміз сөйлесуіміз керек. Жақсы. Кешкі ас кезінде бәрі дастархан басына жиналды. Дастан балалардан сабақтарын сұрады. Гүлзипа кенжесіне тамақ беріп отырды. Нұрила да үйге қайтып берген. Бірақ бұл жолы оның қабағы ашық еді. Күйеуіммен сөйлестім, деді ол анасына. Не болды? Әзірге бәрін жөндеуге тырысып жатырмыз. Гүлзипа қуанып: Ендеше жақсы болған екен. Нұрила күлімсіреді. Мұрат оған бір қарап қойды. Әпкесінің көңіл күйі тым жақсы көрінді. Ал Аяла ештеңеге араласпай, балаларын тамақтандырып отырды. Кешкі ас аяқталған соң балалар бөлмелеріне кірді. Аяла үйді жинап болды. Гүлзипа мен Дастанда бөлмелеріне кірді. Нұрила сөмкесін алып: Апа, мен ертең өз үйіме бір жола қайтамын, деді. Жақсы, қызым. Нұрила бөлмесіне кіріп кетті. Үй іші біртіндеп тынды. Мұрат Аялаға қарады. Балалар ұйықтады ма? Иә. Онда бері отыршы. Аяла оның қарсысына отырды. Мұрат қалтасынан кішкентай орамды шығарды. Аяла оған сұрақпен қарады. Бұл не? Мұрат біраз уақыт жауап бере алмады. Сосын: Мен сенің ұрлық жасамағаныңа көз жеткізгім келеді. Аяланың жүрегі ауырды. Саған әлі де күмән бар ма? Мен шындықты білгім келеді. Мен саған шындықты талай айттым. Бірақ Мұрат сөзін жалғастыра алмай қалды. Аяла оның қолындағы нәрсеге қарап: Не істегелі отырсың? Мұрат ауыр дем алды. Егер сен алмаған болсаң,
Мұны ішесің. Аяланың жүзі сұрланып кетті. Мұрат, егер алған болсаң, ішпейсің. Сен мұны не деттірсің? Мен тек шындықты білгім келеді. Аяла біраз уақыт күйеуінің жүзіне қарады. Оның көзінен күмәнді анық көрді. Сол сәтте 10 жыл бірге өткізген күндері көз алдынан өтті. Мұратпен алғаш шаңырақ көтерген кезі, бірінші баласының дүниеге келгені, түн ішінде ауырып қалған балаларын бірге қараған сәттері, қиындықта бір-біріне сүйенген жылдары. Ал қазір сол адамның алдында Аяла өзін бөтен адамдай сезінді. Мен сенің әйеліңмін, Мұрат. Білем. Мен 4 баланың анасымын. Білем. Сонда да маған сенбейсің бе? Мұраттың көзі төмен түсті. Мен тек, жоқ, енді түсіндім. Аяла қолындағы затқа қарады. Сен мені осы арқылы сынамақсың ғой. Мұрат жауап бермеді. Аяла орнынан тұрды. Балаларымды шақырып алайын. Не үшін? Мен олармен сөйлесем. Аяла, егер сен мені кінәлі деп ойласаң, ең болмаса балаларының алдында қандай ана болғанымды айтып кетейін. Мұраттың жүрегі шымырлап кетті. Аяла балаларын бір-бірлеп қасына шақырды. Үлкені анасының жүзіне қарап, апа, не болды? Аяла оның басынан сипады. Балам, мен сендерге бір нәрсе айтайын. 4-еуі анасының айналасына жиналды. Аяла әрқайсысына жеке-жеке қарап шықты. Үлкеніне, үйде үлкендерге көмектесіп жүр. Екіншісіне, ініңе қамқор бол. Үшіншісіне, оқуымды тастама. Кішісін құшағына қысып, сен анаңды қатты сағынатын болсаң да, бауырларының қасында бол. Балалар оның сөзін түсінбей бір-біріне қарады. Апа, сен қайда барасың, деді кенжесі. Аяла оны құшағынан босатпады. Еш қайда. Мұраттың жүрегі атқақтап кетті. Ол әйелінің қолындағы нәрсеге қарап, Аяла, тоқта. Бірақ Аяла шешімін қабылдап қойған еді. Ол күйеуіне соңғы рет қарады. Мен оны ұрлаған жоқпын. Содан кейін өзінің кінәсіз екенін дәлелдеуге бел буды. Ал Мұрат сол сәтте не істеп қойғанын алғаш рет шын мәнінде сезінді. Аяла қолындағы дәріге тағы бір рет қарады. Мұрат орнынан атып тұрды. Аяла, күте тұр. Неге? Мен... Ол сөзін жалғастыра алмады. Аяла күйеуінің жүзіне қарады. Сен өзің айттың. Егер алмаған болсаң, іш дедің. Мен алған жоқпын. Мен саған сенемін. Сенетін адам әйеліне осындай шарт қоймайды. Мұраттың басы салбырап кетті. Бірақ Аяла шешімнен қайтпады. Мен сенің алдында ақталғым келмейді. Мен тек өзімнің таза екенімді білемін. Ол дәріні қабылдады. Мұраттың өңі қашып кетті. Аяла, балаларымды өзіңе аманаттаймын. Қойшы енді. Үлкен ұлым жауапкершілікті жақсы көреді. Оған қатты сөйлеме. Мұрат көзін сүртті. Жарайды. Екіншісі сырттай пысық болғанымен жүрегі жұмсақ, оны да түсін. Жақсы. Үшіншісі тентектеу, ұрса берме. Өзінің айтпағанын ішіне жинап алады. Мұраттың дауысы дірілдеп кетті. Аяла, тоқтатшы. Кішкентайы анасының етегінен ұстап. Апа, сен неге бұлай сөйлеп тұрсың? Аяла еңкейіп, баласын маңдайынан сүйді. Мен сені жақсы көремін. Мен де сені жақсы көремін. Аяла балаларын кезек-кезек құшақтады. Гүлзипа мен Дастан өз бөлмелерінде еді. Үй ішіндегі әңгіменің кейбір сөздері оларға анық жетпеді. Мұрат әйелінің жанына отырды. Аяла, дәріні көп ішкен жоқсың ғой. Сен өзің берген мөлшерді ғана қабылдадым. Мұраттың мазасы кете бастады. Саянның ескерткені есіне түсті. Мөлшерін асыруға болмайды. Мұрат әйеліне қайта-қайта қарап отырды. Ұйқың келіп тұр ма? Білмеймін. Аяла орнынан тұрып, балаларын жатқызды. Сен де жат, деді Мұрат. Жақсы. Біраздан кейін Аяла төсеуіне жатты. Мұрат оның қасында отырды. Арада уақыт өткен сайын әйелінің қимылы баяулай бастады. Аяла? Иә, қалайсың? Ұйқың келіп тұр. Аяла, Мұрат, жарықты өшірші. Мұрат жарықты өшіріп қайта жанына отырды. Бірақ оның ішіндегі қорқыныш күшейе берді. Түн ортасы ауғанда Аяла терең ұйқыға кетті. Мұрат оның тынысын тыңдап отырды. Бірнеше рет Аяла деп шақырды. Жауап болмады. Ол әйелінің қолын ұстап көрді. Жылы, тынысы бар. Сонда ғана кеудесіне ауа кіргендей болды. Бірақ ұйықтай алмады. Таңға жақын ол ас үйге шығып, бір стақан су ішті. Гүлзипа да ерте тұратын. Ол бөлмесінен шығып, Мұрат, сен не қып жүрсің? Мұрат жалт қарады. Ештеңе, апа. Аяла тұрды ма? Мұраттың жүрегі тағы да дүрсілдеді. Жоқ. Қызым күнде осы уақытта тұрып кететін еді.
Бүгін шаршаған шығар. Гүлзипа. Соңғы күндері көп уайымдады. Дастан да оянып шықты. Не болды? Келін әлі тұрмапты, деді Гүлзипа. Дастан. Шаршаған шығар, оята бермеңдер. Гүлзипа бөлмеге қайта кірмек болған. Мұрат. Апа, өзім қарап келейін. Ол бөлмеге кірді. Аяла сол қалпында жатты. Аяла. Жауап жоқ. Мұраттың жүрегі аузына тығылды. Аяла, ояншы. Әйелі қозғалған жоқ. Мұрат оның иығынан ақырын түртті. Аяла. Гүлзипа есіктің сыртынан. Не болды? Мұрат жауап бере алмады. Ол әйелінің бетіне қарап қатты қорқып кетті. Кеше ғана өзі шындықты білгін келеді деп берген дәрі енді өзіне қарсы тұрғандай еді. Гүлзипа есікті ашып. Мұрат, не болды? Мұрат бұрылып. Апа. Оның дауысы шықпай қалды. Гүлзипа келініне жақындады. Аяла. Жауап болмады. Дастан да бөлмеге кірді. Не болып қалды? Мұрат әйелінің қолын ұстап. Тынысы бар. Онда неге оянбайды? Білмеймін. Гүлзипа. Дәрі ішті ме? Мұрат көзін жұмды. Қандай дәрі? Ол жауап бермеді. Дастан ұлының иығынан ұстады. Мұрат, айт. Мұраттың көзінен жас шықты. Мен бердім. Гүлзипа аңтарылып қалды. Не үшін? Аяладан ұрлық жасамаған дәлелдеткім келді. Гүлзипаның өңі өзгерді. Сен не істедің? Мұрат басын ұстап. Мен оған сенбедім, апа. Гүлзипа. Сен оны осындай жағдайға жеткіздің бе? Дастан қатты дауыспен. Мұрат, үй ішіндегі балалар оянып кетті. Апаға не болды? Деген дауыс естілді. Мұраттың ештеңе жоқ. Бөлмелеріңе барыңдар. Гүлзипа келіннің қасына отырды. Аяла, қызым. Бірнеше минуттан кейін Аяланың қабағы қозғалды. Гүлзипа. Қызым? Аяла баяу көзін ашты. Алғашында айналасына түсінбей қарады. Мен... Мұрат әйелінің қолын ұстап. Аяла. Ол әйелін құшақтап алды. Аяла әлсіз дауыспен. Мен тірімін бе? Мұраттың көзіне жас толды. Тірісің. Аяла бөлмеге жиналған адамдарға қарап. Не болды? Мұрат оның маңдайынан сипап. Кеше берген дәрі ұйықтатты. Аяла біраз ойланып тұрды. Сосын оның жүзі өзгерді. Қандай дәрі? Мұрат жауап бермеді. Аяла бірден бәрін түсінгендей болды. Сен оны деп айттың ғой. Мұраттың басы төмен түсті. Аяла көзін жұмды. Мен оны деп ішкен едім ғой. Осы сөзден кейін бөлме іші ауыр тартып кетті. Гүлзипа келіннің жанына отырып, оның қолын қысып. Қызым. Аяла қолын тартып алды. Ол Мұратқа қарамады. Мұрат болса не айтарын білмей, әйелінің алдында басын көтере алмады. Аяла көзін ашқанымен орнынан тұруға шамасы келмеді. Бас ауырлап, бойын әлсіздік билеп тұрды. Гүлзипа жанына отырып. Қызым, асықпай жат. Әлде әлсізсің. Аяла енесіне қарап басын изеді. Мұрат болса төсектің шетінде отырды. Әйелінің қолын ұстағысы келіп еді. Аяла қолын ақырын тартып алды. Маған тиіспеші. Мұраттың жүрегі ауырды. Аяла, мен сенімен қазір сөйлесе алмаймын. Дастан ұлына қарап. Балам, сен үлкен қателік жасадың. Мұрат басын төмен түсірді. Білемін, әке. Жоқ, әлі толық түсінген жоқсың. Сен өз әйелінің сөзінен бұрын күдікті таңдадың. Мұрат жауап бере алмады. Гүлзипа да ренішін жасыра алмады. Аяла, осы үйдің тірлігін жылдар бойы көтерді. Балаларына қарады. Бізге қызмет етті. Біреудің алтын үшін оның адалдығына күмән келтіргендерін қалай? Апа, сен оған сенуің керек еді. Аяла көрпесін түсіп. Апа, мен енді ақтамаңызшы. Неге? Себебі мен ешкімге өзімді дәлелдегім келмейді. Осы сөз Мұратқа қатты батты. Сол күні Аяла төсектен көп тұрған жоқ. Гүлзипа балаларын мектепке дайындап, үй шаруасының бір бөлігін өзі атқарды. Дастан да қорадағы жұмыстарды қолға алды. Балалар анасын айналшықтап. Апа, басын ауырып тұрма? Біраз. Тез жазылып кетесің бе? Аяла. Әрине. Кішкентайы анасының жанына жатып. Мен сені бүгін ешқайда жібермеймін деді. Аяла алғаш рет күлімсіреді. Жарайды. Мұрат бұл көріністі есік жақтан бақылап тұрды. Ол әйелінің балалармен сөйлескенін көріп, өзіне деген өкінішін одан сайын сезінді. Кешке Нұрила төркінінен қайта келді. Үйге кіргенде анасының көңілсіз отырғанын көрді. Апа, не болды? Гүлзипа. Аяла ауырып қалды. Нұрила. Не болды? Дастан оған қарап. Сенің алтындарың үшін үлкен дау болды. Нұрила.
алтындарым әлі табылған жоқ қой. Мұрат бірден: әпке, осы әңгімені тоқтатайық. Нұрила ағасының жүзіне қарады. Неге? Себебі Аялаға сенбегенім үшін оның жағдайы нашарлады. Қалай? Мұрат болған жағдайды айтып берді. Нұрила сілейіп тұрып қалды. Сен оған дәрі бердің бе? Иә. Неге? Сенің алтындарың үшін. Нұрила біразға дейін сөйлей алмады. Сосын: мен оны ұрлады деп нақты айтқан жоқпын ғой. Мұраттың қабағы қатайды. Бірақ күн сайын күдік тудырдың. Мен тек жоғалған затымды іздедім. Ал мен әйеліме сенбей қалдым. Нұрила төмен қарады. Гүлзипа қызын жанына шақырды. Нұрила, енді осы жерден тоқта. Алтыннан да қымбат нәрсе бар. Нұрила: не? Адамның абыройы. Нұрила жауап бере алмады. Сол түні ол өз бөлмесіне кіріп, сөмкесін алдына қойды. Әшекейлердің жоғалғаны есіне түсті. Бір сәтте оның ойына бір жағдай келді. Ол төркінге алғаш келген күні сөмкесін қайда қойғанын есіне түсіруге тырысты. Сөмкені бөлмесіне апарған. Кейін күйеуі қоңырау шалған. Ол асығып сыртқа шыққан. Сол кезде сөмкесін қайта ашып, алтындарым қолына алған. Бірақ одан кейін Нұрила орнынан тұрып, шкафтың үстіндегі ескі киім салынған қорапты ақтара бастады. Бір кезде қолы бір нәрсеге тигендей болды. Ол тоқтап қалды. Қораптың түбінде кішкентай қара дорба жатыр еді. Нұрила оны алып ашты. Ішінен бір зат жылт етті. Ол қолын созып затты шығарды. Бұл өзінің жоғалған сырғаларының бірі еді. Нұрила аңтарылып қалды. Мынау қайдан жүр? Ол қораптың ішін қайта ақтарды. Тағы бір зат көрінді. Жүзігі. Нұрила орнынан тұрып кетті. Жүрегі қатты соқты. Бірақ алқасы жоқ еді. Ол бүкіл бөлмені тағы бір қарап шықты. Сол кезде оның есіне тағы бір нәрсе түсті. Төркінге келген күні асығыс шіріп, алқасын мойнына тағып алған. Бірақ оны шешіп қайда қойғанын есіне түсіре алмады. Нұрила айна алдына барып мойнына қолын апарды. Көз алдына кешегі жағдай елестеді. Анасының алдында айтқан сөздері, ағасының әйеліне күмәнданғаны, Мұраттың дәрі әкелгені, Аяланың балаларына аманат айтқаны. Нұрила төсегіне отыра кетті. Құдай-ай! Ол алақанына жүзін басты. Бірақ ең маңыздысы әді табылған жоқ еді. Ал Аяла сол түні басқа бөлмеде балалармен бірге жатты. Мұрат есік сыртында ұзақ тұрды. Ол ішке кіріп әйелінен кешірім сұрағысы келді. Бірақ Аяланың «сен маған қайта сенгенше» деген сөзі ойынан кетпеді. Ал ертеңгі күн бұл отбасыдағы барлық күдіктің шын мәнінде қайдан шыққанын көрсететін еді. Таң атқанда Нұрила түнде тапқан сырғамен жүзікті қолына қысып ұстап отырды. Ол біраз уақыт орнынан қозғала алмады. Кеше ғана осы үйдің әр бұрышынан алтындарын іздеп, Аялаға күмән келтірген өзі еді. Ал қазір жоғалды деген екі әшекей өз бөлмесінен шығып отыр. Нұрила орнынан тұрып айна алдына келді. Ал қамше? Ол сөмкесін тағы бір рет ақтарды. Киімдерінің арасын қарады. Жәшіктерді ашты. Жастарының астын тексерді. Алқа жоқ. Ол маңдайын ұстап, «Қайда қойдым?» деп күбірледі. Сол сәтте есіне кеше қалаға барған түсті. Көліктен түскенде мойнында алқасы болған сияқты, бірақ нақты есіне түсіре алмады. Нұрила ас үйге шыққанда үйдегілердің бәрі таңғы шайға жиналып отырған. Аяла да балалармен бірге дастархан басында еді. Бірақ оның түрі әлі де әлсіз болатын. Мұрат әйеліне бір қарап қойып, көзін төмен түсірді. Нұрила ешкімге қарамастан: «Апа, Гүлзипа, не болды қызым?» Нұрила қолындағы екі әшекейді көрсетті. «Мыналар менің алтындарым». Бөлме іші бірден тына қалды. Дастан орнынан көтерілді. «Қайдан шықты?» «Өз бөлмемнен». Мұрат Нұрилаға қарап: «Демек, Аялаға күмәнданудың қажеті болмады». Нұрила басын төмен түсірді. «Иә». Аяла ештеңе демеді. «Гүлзипа, ал алқан?» «Ол жоқ». Дастан: «Оны да жақсылап ізде». Нұрила: «Іздедім». Мұрат: «Қайда соңғы рет көрдім?» Нұрила ойланып: «Білмеймін». Мұрат: «Есіңе түсір». Нұрила көзін жұмып отырды. «Мен оны мойныма таққан сияқтымын». Гүлзипа: «Қайда?» «Білмеймін». Аяла осы кезде жай ғана: «Әпке, кеше қалаға барған жоқсыз ба?» Нұрила оған қарады. «Бардым». «Мүмкін сол жақта қалып қойған шығар?» Нұрила: «Мүмкін». Аяла: «Ендеше алдымен сол жерлерді сұрастырып көріңіз». Нұрила келіннің жүзіне ұзақ қарады. Аяла өзіне жасалған жағдайдан кейін де оған көмектесіп отыр. Осыны көрген сайын Нұриланың жүрегі қысылды.
Аяла. Келін оған қарады. Иә? Мен... Нұрила сөзін аяқтай алмады. Аяла көзін төмен түсірді. Шайыңызды ішіп алыңыз. Нұрила кесесін қолына алды. Бірақ шайдың дәмін де сезбеді. Сол күні Мұрат жұмысына бармай қалды. Ол Аяланың қасына келіп отырды. Аяла. Иә? Мен сенен кешірім сұраймын. Аяла оған қарамады. Кешірім сұрау оңай, білемін. Бірақ сен маған сол бір сәтте қатты ауыр сөз айттың. Білемін. Сен мені ұрлық деп ойладың. Мен қателестім. Жоқ, Мұрат. Сен жай ғана қателескен жоқсың. Сен менің саған деген сенімімді жараладың. Мұрат басын изеді. Оны қайта қалпына келтіруге тырысамын. Аяла біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын, оны уақыт көрсетеді деді. Мұрат оның қолын ұстамақ болды. Бұл жолы Аяла қолын тартып алмады. Бірақ жақындасуға да асықпады. Осы кезде Нұрила сырттан кірді. Оның қолында телефоны бар еді. Апа, алқамды таптым. Гүлзипа. Қайдан? Күйеуімнің көлігінде қалып қойыпты. Бәрі бір-біріне қарады. Нұрила алқасын қолына ұстап тұрды. Енді жоғалған үш әшекейдің де қайда кеткені анық болды. Сырға мен жүзік, өз бөлмесінен, алқа күйеуінің көлігінен. Нұрила Аялаға жақындады. Мен саған кешірім сұрауға келдім. Аяла оған қарады. Әпке. Жоқ, тыңдаш. Нұрила көз жасын сүртті. Мен күйеуіммен ренжісіп келгенде, осы үйдің тыныштығына қызғанышпен қарадым. Сенің ата-анаға сыйлы болғаныңды, Мұраттың саған деген құрметін көріп, ішімнен қиналдым. Гүлзипа ауыр күрсінді. Нұрила сөздерін жалғастырды. Сол қызғанышымнан сенің әр ісіңе басқа мағына бердім. Ал алтындарым жоғалғанда, ең алды мен сенен күдіктендім. Аяла басын төмен түсіріп отырды. Мен сенен ештеңе алған жоқпын. Білемін. Мен сол үшін дәрі іштім. Нұрила көз жасына ерік берді. Менің кесірімнен Мұраттың өзі шешім қабылдады. Мұрат. Аяла дұрыс айтады. Бұл менің шешімім болды. Нұрила ағасына қарады. Сен де менің сөзіме тым қатты сендің. Мұрат. Иә. Дастан. Екеуің де бір нәрсені түсіндімдір деп ойлаймын. Бәрі әкесіне қарады. Отбасында күдік пайда болса, оны күшейту оңай. Ал сенімді қайта орнына келтіру қиын. Гүлзипа Аяланың жанына келіп отырды. Қызым, сен біз үшін бұрын қандай болсаң, солайсың. Аяла енесіне қарап, көзіне жас алды. Рахмет, апа. Нұрила. Аяла, менің сені ренжіткенімді өмір бойы ұмытпауым мүмкін. Аяла оған қарады. Ұмытуға тырысам. Мені кешіресің бе? Аяла бірден жауап бермеді. Сосын, кешіремін. Нұрила жылап жіберді. Бірақ Мұратқа қарағанда, Аяланың жүзі әлі салмақ деді. Ол, күйеуін кешіруге дайын болғанымен, жүрегіндегі жара бір күнде жазылмайтынын өзі де түсінетін. Ал бұл оқиға бүкіл отбасыға бір нәрсені анық көрсетіп берді. Адамның абыройын күмәнмен жаралау бір сәтте жасалады. Ал оны қайта қалпына келтіру үшін көп уақыт керек. Нұрила сол күннен кейін төркінінде көп отырмады. Күйеуімен арадағы мәселені де реттеп, өз шаңырағына қайтуға дайындалды. Бірақ кетер алдында Аяламен оңаша сөйлескісі келді. Аяла аулада балалардың киімдерін жинап жүреді. Аяла. Иә, әпке. Сенімен сөйлесуге бола ма? Әрине. Нұрила біраз кідіріп. Мен сенің орнында болсам, мені кешіре алар ма едім білмеймін. Аяла қолындағы киімді бүктеп қойды. Мен де оңай кешірген жоқпын. Білемін. Бірақ сіз менің күйеуімнің әпкесісіз, балаларымның тәтесісіз. Арамыздағы реніштің бүкіл отбасыға салмақ болғанын қаламаймын. Нұрила көз жасын сүртті. Сен менен де үлкен адам сияқты сөйлейсің. Аяла жымиып. Мен 4 баланың анасымын ғой. Нұрила да күлімсіреді. Сенің бір қасиетіңді бұрын түсінбеппін. Қандай? Үйдегі адамдардың бәрін өзімнен бұрын ойлайсың. Аяла. Үй болған соң солай емес пе? Жоқ. Әркімнің қолынан келе бермейді. Нұрила оны құшақтады. Рахмет. Аяла да құшақтап, өзіңіз де отбасыңызды сақтаңыз. Бір-біріңізді ренжітсеңіздер де, сырттан келген сөзге бола арларыңызды бұзбаңыздар. Нұрила басын изеді. Енді түсіндім. Осыдан кейін Нұрила ата-анасымен қоштасты. Гүлзипа қызының маңдайынан сүйіп, қызым, енді күйеуіңмен тату бол. Боламын, апа. Дастан, төріскінің әр қашан ашық, бірақ қандай мәселе болса да, алдымен өз үйінде шешуге тырыс.
Жақсы әке. Нурила көлікке отырып ұзап кетті. Үйдің ауласы қайтадан тынышталды. Бірақ Мұрат үшін бәрі бұрынғыдай бола қойған жоқ. Ол Аялаға бірнеше күн ерекше көңіл бөліп жүрді. Таңертең балаларды мектепке өзі шығарып салды. Кешке жұмыстан келгенде үй шаруасының біразын атқаратын болды. Бір күні Аяла сиыр сауып жатқанда Мұрат қасына келді. Қоя тұр, мен сауып алайын. Аяла күліп, сен сауып алмайсың ғой. Үйренемін. 10 жылдан бері үйренбегенің қызық екен. Мұрат та жымиып, енді үйренемін. Аяла оған шелекті берді. Мә, көрейін. Мұрат біраз әуреленді. Аяла еріксіз күліп жіберді. Не болды? Сенен фермер шықпайды екен. Ең болмаса тырысып жатырмын. Осы кішкентай әзілдің өзі екеуінің арасындағы ауырлықты азайтқандай болды. Бірақ Мұраттың бір әдеті өзгерді. Ол енді Аялаға ешқашан күдікпен қарамауға тырысатын. Бір күні Гүлзипа келініне, «Қызым, сен де біраз демал. Бүгін тамақты мен істейін» деді. «Апа, өзіміз шаршайсыз. Менің де қолымнан келеді». Дастан күліп, «Гүлзипа, біздің келінді демалдырам деп, өзім 2 есе жұмыс істеп жүрме? Қойшы». Аяла екеуіне қарап күлімсіреді. Балалар да үйдің бұрынғы көңіл күйін қайта тапты. Үлкен ұлы әкесіне, «Әке, енді апам ренжімей ме?» Мұрат, «Ренжімейді деп үміттенемін. Сен оны ренжіткен жоқсың ба?» Мұрат тосылып қалды. Бала аңғал еді. Ересектер арасында да түсініспей қалатын кез болады. Онда кешірім сұрау керек қой. Мұрат баласына қарап күліп, «Дұрыс айтасың». Ол баласының басынан сипады. «Сен ақылды болып өсіп келе жатырсың». Кешке бәрі дастархан басына жиналды. Дастан, «Осы үйде бір нәрсені есте сақтаңдар». Балалар әкесіне қарады. «Біреудің сөзін естігенде бірден сеніп қалмаңдар. Адам туралы шешім шығармай тұрып, оның өз сөзін тыңдаңдар». Гүлзипа, «Әсіресе жақын адамыңды орынсыз күдікке қалдырма». Мұрат бұл сөзді жүрегіне ауыр қабылдады. Аяла оған бір сәт қарап қойды. Екеуінің көздері түйісті. Бұл жолы Мұрат көзін тайдырмады. Керісінше әйеліне қарап, «Мен мұны енді жақсы түсіндім» деді. Аяла жай ғана басын изеді. Арада бірнеше апта өтті. Үйдегі өмір біртіндеп қалпына келе бастады. Аяла бұрынғыдай ерте тұрады. Балаларын мектепке шығарып салады. Гүлзипаның дәрілерін уақытында береді. Дастанның шайын дайындайды. Мұрат жұмыстан келгенде алдынан шығады. Бірақ бұл жолы Мұрат та оған көмектесетін. Ал Нурила анда-санда төркініне келіп тұратын. Әр келген сайын Аялаға бір шоқ гүл немесе балаларға тәтті әкелетін болды. Бір күні Нурила Аялаға, «Мынау саған». «Маған ба?» «Иә». «Неге?» «Ешқандай себепсіз». Аяла гүлді алып, «Рахмет». Нурила, «Себебі кейде жақын адамға оның қадірлі екенін себепсіз айтып тұрған да дұрыс». Аяла жымиып, «Дұрыс айтасыз». Осылайша бір кездері бір алтын әшекейдің жоғалуынан басталған күдік бүкіл отбасының жүрегін ауыртты. Бірақ шындық ашылғаннан кейін олар бір нәрсені түсінді. Бір үйдің берекесі байлықпен емес, бір-біріне деген сеніммен сақталады. Ал Аяла үшін сол күндер өміріндегі ең ауыр сынақ болып қалды. Өйткені ол алтын ұрлат деген сөзден емес, 10 жыл бірге өмір сүрген жарының бір сәтте өзіне сенбей қалғаннан қатты жараланды. Арада бірнеше ай өтті. Сол бір ауыр оқиға бір тевірте өткен күнге айналғанмен, Мұраттың жүрегінде қалған өкініш әлі басылған жоқ. Бір күні кешке балалар ауылда ойнап жүрді. Дастан мен Гүлзипа орындықта әңгімелесіп отырды. Аяла асүйден шай алып шықты. Мұрат әйеліне қарап, «Аяла, бері отыршы» деді. Аяла қасына келді. Мұрат біраз уақыт сөзін жинақтай алмай отырды. «Мен саған бір нәрсені көптен бері айтқым келіп жүр». «Айта бер». «Сол күні мен сенің жүрегіңді қатты ауырттым». Аяла төмен қарады. «Өтті ғой». «Өтті. Бірақ мен үшін сабақ болып қалды». Ол әйелінің қолын ұстады. «Сенің адалдығыңды 10 жылда көрген адам ретінде біреудің сөзіне бола саған күмән келтірмеуім керек еді. Мен сенен кешірім сұрағанмын. Бірақ бүгін тағы бір рет айтқым келеді. Кешірші мені». Аяла біраз үнсіз отырды. Сосын, «Мен сені кешірдім, Мұрат». Мұрат оның қолын қысты. «Рахмет. Бірақ бір нәрсені ұмытпа». «Не?» «Отбасында сенім жоғалса, оны бір күнде қайта орнына келтіру қиын. Сондықтан, енді қандай жағдай болса да, алдымен менімен сөйлес». «Уәде беремін». Осы кезде кішкентай баласы жүгіріп келді. «Апа, әке, сендер не сөйлесіп отырсыңдар?» Мұрат күліп, «Сендердің аналарының қаншалықты ақылды екенін айтып отырмыз.
Оны мен бұрыннан білемін. Үшеуі күліп жіберді. Гүлзипа алыстан қарап отырып Дастанға: осы үйдің берекесі қайта кірді ғой. Дастан: береке ешқайда кеткен жоқ. Біз өзіміз оны бір сәтке жоғалтып ала жаздадық. Гүлзипа басын изеді. Дұрыс айтасың. Сол кезде қақпа ашылып, Нұрила кірді. Қолында балаларға арналған тәттілер бар. Апа, келдім, кел қызым. Нұрила балаларға тәттілерін таратып, Аялаға жақындады. Саған да бір нәрсе әкелдім. Маған тағы ма? Иә. Ол шағын орамды Аялаға ұсынды. Аяла ашып қараса, қарапайым ғана әдемі орамал екен. Рахмет. Нұрила күлімдеп: саған алтын емес, осы жарасады. Аяла оның сөзін түсініп, жымиып қойды. Нұрила: ол кезде менің қызғанышымнан не болғанын ойласам, өзіммен ұяламын. Өткенді қайтара алмаймыз, бірақ қайталамауға болады. Дұрыс. Нұрила Аяланың қолын қысты. Енді сен мен үшін жай ғана келін емессің. Аяла: бұрында солай емес пе еді? Нұрила күліп: бұрын оны мойындағым келмепті. Екеуі құшақтасты. Кешкі дастархан басында отбасының бәрі бірге отырды. Балалар өзара жарысып сөйлеп жатты. Гүлзипа немерелеріне қарап күліп отырды. Дастан шайын ішіп: міне, осы көрініс маған ұнайды деді. Мұрат Аялаға қарап: мен де. Аяла: нені? Үйдің тыныштығын. Аяла күлімсіреді. Сол күннен кейін бұл отбасында бір қағида қалыптасты. Біреудің сөзіне бола жақыныңа күмән келтірмеу. Өйткені жоғалған алтын табылды, ал жоғала жаздаған нәрсе одан әлде қайда қымбат еді. Ол сенім. Аяла сол үйде бұрынғыдай керін болып қалды, бірақ оның қадірі бұрынғыдан да биіктеді. Ал Мұрат бір нәрсені өмір бойы ұмытпайтын болды. Адамның адалдығын дәлелдетудің қажеті жоқ. Оны жылдар бойғы ісінен тани білу керек. Осымен бұл отбасының ауыр сынағы аяқталды. Олар бұрынғыдан да тату болып, бір-бірінің қадірін бағалап, өмір сүре берді. Құрметті тыңдарман, Аяланың басынан өткен бұл оқиға сізге қалай әсер етті? Егер сіз оның орнында болсаңыз, күйеуіміздің мұндай әрекетін кешірер ме едіңіз? Ойыңызды пікірге жазып қалдырыңыз. Ал қазір бұл әңгімені қай қаладан, қай өңірден тыңдап отырғаныңызды да бізге жаза кетіңіз. Сағат нешені көрсетіп тұр? Мүмкін дәл осы сәтте бізді Қазақстанның бір түкпірінен, шетелдегі алыстағы бір қаладан тыңдап отырған шығарсыз. Қай жерде болсаңыз да, пікіріңізді қуана оқиыңыз. Әңгіме көңіліңізден шықса, лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Келесі әсерлі хикаяда қайта кездескенше, аман сау болыңыздар.